гүл шоқтарын табыс еткен болатынбыз. Яғни бұл жай ғана кішігірім болса да әр адамның өзінің ниеті, пейілін кеңейту мақсатында жасалып жатқан іс-шаралар. Біз пробация жалпы сіздерді қанау, сіздерді болмаса қайтадан мекемеге жіберу емес, біз сіздерді түзелу жолына әлеуметке қайта қосу. Біз осындай барлық органдармен бірге жұмыс жасаймыз. Не де болса, қазір түсінеміз, дамыған заман, барлықтарыңыз интернеттен көріп оласыздар. Интернет, но біраз нәрсені шындықты айта бермейді. Ойықпен адаса бермеңіздер. Сондықтан әр нәрсе не істесе де өзінің иесі істесін дейді. Айтады ғой, кезінде тауық сойса да қасап сойсын дейді. Мысалы, қазір өзіңіз айтып отырсыз, біз хабарласамыз қашады. Что білмейді, олар қалай сөйлесу керек, қай жерде қандай іс-әрекет жасау керек. Мен қанша уақытта төлеуге құқым бар еді. Сондай, мысалы, сөйтіп сұрасаңыз, любой жағдайда, мысалы, сізде бір жағдай болып қалды, ол мысалы бір роводға барғанның жағдайы болсын, кредитте бірдеңке болса да, сіз сол мекемеге бару керексіз міндетті түрде, бетін ашу керексіз, түсіну керексіз. Сол кезде сіздің уже құқықтық біліміңіз ашылады. Любой жағдай болды ма, ол не себептен болды, соны іздеу керек. Мұнда жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз да, бізде действительно құқықтық сауаттылық өте төмен. Кішкене білгісі келетін адам болсын, біз үйретеміз ғой. Жауап бермей қоймаймыз. Сіздерге үлкен мотивация береді бір жағынан. Сіздерге кішкене болса да өмірлеріңізге бір қажетті нәрселер аласыздар. Өйткені іс-қимыл, қозғалыс бұл адамға керек, оның нағыз тіршілігі содан жүзеге асады.